Аллаға шүкір. Уақыт неше болды? 10:45. Иә. Әкімдікте неше адам істейді? Біз Құрметті әкім. Иә, декретте біреу. Қанша адам істейді? Жұмыс. Мемлекет қызметкерлер ма? Иә, бәрі. Қанша адам істейді әкімдікте? Бесеу. Бесеу істейді. Біреу декретте, қалғандары ше? Біреу 30-қа қазір. 30-қа. Біреу үшеу қайда? Біреу әкім ғой. Мен ғой. Біреу сіз, Иә. тағы? Статист маман. Иә, олар қайда? Жүр қасымда. Үш адам, тағы? Тағы адам да. Налаққа кетті ғой, бағанасында. Налог агентіміз бар, налог агенті. Әкімдікте осылай жауып кете бересіздер ма? Әкім мырза? Жоқ, мен 1-2 сағатқа. Өзім қазір осы жерден шықтым, сразу бәрін қыздармен бірге. Қайға шықтыңыздар? Мына жерде участковый тазалап шөптердің бәрін. Участковый? Иә. Бұл сіздерде қоғамдық жұмысшы жоқ па еді? Бар, бірақ общий бәріміз тазалап жатырық. Енді ол үншің әйелдер. Өзіңіз бар көмектеспесек. Енді ауылдағы азаматтар келсе, бірнәрсе сұрайын десе, не істейін десе, осылай жабып жатырсыз. Осы жақын жерде жүрмін ғой. Кел. Но енді мен келдім ғой, күн. Сіз ғой несі? Мен емес қой. Кіріңіз. Сіздікі ма? Сонымен қызметкерлеріңіздің екі қызметкеріңіз қасыңызда. Басқалар қайда? Біреуі декретте, бас маман, іс жүргізуші. Екіншісі отпускада, еңбек демалысында. Үшіншісі салық агенті. Қасында бас маман бухгалтер мінекей. Өзім қазір. Қайта сайландыңыз білеміз. Құтты болсын. Ауыл тұрғындар сайлады, неседі. Енді басты сұрақ, неге әкімдік жабық? Басты сұрақ. Неге жауып кете бересіздер есікті? Жауып кете бересіз. Жұмыс уақытысы ғой. Жауып кете жатқан жоқ. Жоқ, жабық тұр ғой факт. Жабылғаны бір жарты сағат. Мен жарты сағаттың өзі ол үлкен мәселе шешеді, дұрыс па? Келген адамдар сол екіті тақылдатады, мәселесін таппайды. Жергілікті атқарушы билікке деген көңіл күй қандай болады? Халықтың сол кезде қандай болады? Өте төмен болады. Сенімсіздік болады. Неге өйткені әкім жауып кетті де кетті. Өзінің шаруасымен деп айтады. Аяқта сіздер шөп жұлып жатсыздар ма, басқа қылып ма, ешкімді ол қызықтырмайды. Неге өйткені есік жабық қой болды ғой. Дұрыс па? Енді біз есікке қайтадан түсіндік. Дұрыс па? Менің ойыммен ол халықтың ойы ол деген бірдей болады деп мен деген ойлаймын. Мен міне көріп отырсыз ба? Көріп отырмын. Мен өзім басшы ретінде өзім қастарында жүрмесем, ол тағы болмайды. Егер де сізге жүріңіз, басқа қылыңыз. Көріңіз мінекей мені. Жүріңіз қазір мынандай күн ыстықта. Енді мен сізге жүрме деп жатқан жоқпын. Но сіздердің әкімдікті жауып кетуге... Мен өзім қазір тұр осы мына арасы жауып кетуге 200 метр. 200 метр, жарты метр болса да, сіздер әкімдік ғимаратты, оны қараусыз, былай айтқанда есікті жауып кетуге, мысалы, қараусыз деп айтпай қояйық, сіздер есікті жауып кеттіңіздер. Соны былай жауып кетуге сіздердің қандай этикалық әдеп нормаларды сіздер сақтап отырсыздар мемлекеттік қызметкер ретінде. Сіздерге мына ғимараттың бәрі мемлекетпен тапсырылып берілді ғой. Дұрыс қой. Мысалы тұрғын келді, справкасын немесе бір нәрсені білу керек, АСП болсын, басқа болсын, есік жабық, не істейді ол? Әкім басқа жаққа жүрген шығар, мынаның бәрі кетіп өздеріне демарш жариялаған шығар деген оймен кетеді. Сіз оны түсіндіріп айтпайсыз ғой, ойбай мен деген шөп жұлып жатырдым, аналармен бірге басқа қылдым деп. Сіз түсіндіріп айтасыз ба әрқайсысына барып? Мүсейткені қайдан білесіз, ол адам келді кемеді. Мен деген әлмен елге салмасам, сіз мен келгендікте білмей қалатын едіңіз ғой, рас па? Рас па? Сол ғой, сол үшін ғой мен сіздерден сұрап отқан. Неге әкімдіктің есігін жауып кете бердіңіздер? Нұрсұлу Бұлтфулағызы. Неге? Айттым қазір. 20 минут. Мақұл. Енді менен басты келген мәселемен не істейін, енді мақұл оны. Жұмыстың оны өзі әдеп бойынша агентство басқа. Қазақстан акциясы дейсіз. Келіп тексеріңіздер. Ары қарай өздері сұрап жатар, не істейші, түсініктемесін алар, басқасын алар. Енді мені басты мазалап жатқан
бұл таза ауыз су. Өткен жылы білесіз, таза ауыз сумен біраз проблема болған еді. Биыл да жалғасып жатыр. Неліктен не отыр? Ауылдықтар айтып жатыр ғой, сағат сайын беріп жатыр. Одан кейін поляға таза ауыз суды жіберіп жатыр. Не отыр өзі? Кім айтты оны таза поляға ауыз су жіберіп? Менде видеолар бар ғой. Жоқ. Видеолар бар, ауыл тұрғындарын өздеріңіз тауып алып, сіздердің чаттарыңызға түскен, соның бәрі маған келді, түсті. Енді осы ауыз су бойынша. Ауыз су бойынша не отыр? Ауыз су бәрі уақытымен келіп отыр. 24 сағат қой? 24 сағат. Жоқ, 24 сағат бағанада сіз айтып отқандай, мен өзім аудан әкімінің тапсырмасы бойынша әр үйге кіріп, счетчиктар бар ма, жоқ па, бәрін тексеріңдер. Сонымен ауыз судан келіп, жігіттер келіп асасудан келіп полный тексерді. Нарушение жоқ емес, бар. Яғни счетчик бар, бірақ жанама түрде қосылғандар. Айналмайды. Соның бәрін выявить етті, ашкереледі. Енді сол бойынша қазір асасу жұмыс жасап жатыр. Су, таза ауыз су 24 сағат беріліп жатыр ма, соны айтыңызшы? Беріп жатыр. Беріп жатыр. Қазір проблема жоқ па? Проблема жоқ. Қазір ауыл тұрғындары осыны видеоны көрсеңіз ашық айта аласыз ғой. Қазіргі уақытта су өшу проблемасы жоқ деп айтасыз. Проблемасы жоқ. Енді бізде машина айдағаннан кейін онда доңғалақ жарылады, бензин керек болады деген сияқты. Мотор кейде күндізгі қызады, ол да бар. Одан кейін суды уақытымен толтыру керек. Оның арасында перерыв болады. Енді сондайды әр нәрсені бір... Енді сіз нақты анау бар жағдайды айтсаңызшы, сіз өйтіп қазір бірақ дейсіз, басқа нәрсені істеп отырсыз. Жоқ. Бізде мына ауылда чатыңыз бар. 7 көшенің чаты бар. Егерде қазір бір жарты сағат бір болмаса су жоқ болса, мына чаттың барлығы жазады. Су қайда дейді. Ал қазір данный момент бұндай сөз жоқ. Мен 24-7 сағат мынада чатта отырамын. Содан кейін біздің ауыл, Құдайға шүкір, ауыл тұрғындары ауыз біршілік жарасқан, өте жақсы халық бізде. Ешқандай бізде енді сырттан білмеймін, бірақ ауылдың ішінен не болса да чатқа жазады. Сыртқа жазып, жалобыне ондай жоқ. Жоқ, енді ауылдың чатындағы видеоларды алып отырмын ғой, менен сырттан алып. Сіз ол ауылдың чатында жоқ шығарсыз? Ауылдың чатында жоқпын, бірақтан ауылдың чатына жіберген видеоларды мен көріп отырмын. Сол кезде жіберген шығар, бірақ оның бәрі сол момент тексеру жүргізіп жатты. Енді басты мәселе таза ауыз су 24 сағат беріліп жатыр ғой. Осы жаз айында бір келеңсіз жағдайлар болды ма? Су өшіп қалып, уақытпен берілді басқа? Болды. Моторды ауыстырдық. Тура сол бойынша айтыңызшы енді, қалай болды, не болды, қанша уақыт сөнді, не істелді? Мотор өшті. Өшкен кезде енді уақытымен қандай десем болады? Аса су келіп жөндеп кетті ғой бізденші. Мотор қызып кетті деді. Ол жерде операторлар отырады бізде. Апке осындай моторым істемей қалды деді. Не болып қалды деп. Қанша уақыт жөндеді соны? Енді запчасть табылғанына қарай. Қанша уақыт болды? Ар кетсе 4 сағат, 3 сағат жөндеді. Алып келгенде. Ал былай ешқандай сумен проблема жоқ. Оны несін жасырым? Чатта өгеліне аса айтады. Кезінде өшті, жөнделді.